Сәлем достар, сіздермен бүгін үй жағдайында лаваштан донер жасаймыз. Ешқандай зияны жоқ, балаларға да жей беруге болатын донер әзірлейміз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен картоптарды тазалап жуып аламыз және осы видеодағындай етіп турап аламыз. Картоптарды құрғатып алу керек, өйткені оны біз ыстық сары майда қуырамыз. Картоптарды қатты қалың, қатты жұқа қылдырып турамаймыз, осы видеодағындай қалыңдықта тураймыз. Сол кезде ол тез пісіріледі, ал егер де қатты жұқа болып кетсе, онда ол қуырылып кетеді. Картоптарды турап алдық, енді кептіріп аламыз. Қиярды жуып турап аламыз. Қызанақты да дәл солай турап шығамыз. Мен тауықтың төс етін алдым. Бұны да турап шығамыз да, қазір табада қуырып аламыз.